Президенттің биылғы жолдауының басты ерекшеліктерінің бірі, оның Атырауда өткен ұлттық құрылтайдың 3-ші отырысында сөйлеген сөзімен тығыз байланысты құжат екендігін алдымен айтып өтуіміз керек. Ұлттық құрылтай мүшелері тарапынан келіп түскен 107 ұсынысты жинақтап, оларды жолдауға пайдаланудың демократиялық механизмі қалыптасып отыр десек болады. Ал ұлттық құрылтайдың мүшелері кімдер олар? Қоғам ішінде жүрген, қоғамға жаны ашитын, бейжай қарамайтын, болашағы ойландыратын азаматтар. Халықтың үнін, дауысын жеткізіп отыр билікке. Бұл орталық Азия ғана емес, постсовет елдерінің ішінде алғаш рет қоғамдық саяси тәжірибеге еніп отырған маңызды институт. Айта кету керек, ұлттық құрылтай форматын кейінгі уақытта Қырғыз Республикасы да пайдалана бастады. Өзбекстан мемлекеті де қызығушылық танытып отыр. Біз білеміз, біздің конституциямыз бойынша мемлекет қандай да бір белгілі идеологияны ұстана алмайды, және идеологиямен айналысуға тыйым салынған. Олай болатын болса, идеологияны өндіруші ол азаматтық қоғам. Бізде азаматтық қоғам толық қалыптасып үлгермеді. Дегенмен, қазір арбаны да сындырмайтын, өгізді де өлтірмейтін механизм ысылып шықты. Ол ұлттық құрылтай. Бір сөзбен айтқанда, бұл президенттің халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының бірте-бірте іске асып жатқанының айшықты көрінісі. Міне, осы болса керек. Осы орайда философия саласының маманы ретінде президент жолдауда көтерген сұрақтардың ішінен қоғамдық консолидацияға назар аударғым келеді. Қоғамдық консолидацияның маңыздылығы мынандай өзектілік танытып отырған сұрақтарға арналады. Заң мен тәртіпке, білімге және прагматизмге негізделген қоғам құру. Шын мәнінде біз қоғам құру процесіндегі ұлтпыз. Ұлттық мемлекетті құрып алғанымызбен оны мызғымастай етіп ұстап тұратын бір тұтас азаматтық қоғам құру үлкен қажыр қайратты және уақытты қажет етеді. Осы орайда заңға бағыну басты аксиома болуға тиіс. Қоғамда негізсіз артықшылыққа, сондай-ақ кемсітушілікке де жол бермеу маңызды. Оның үлгісін президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы көрсетіп отыр деп санаймын. Өсиетін ұлт боламыз десек, өткенге дұрыс және бұра тартпай әділ баға бере білуіміз қажет. Бұл ретте шынайы тарихтың ақиқатын көрсету үшін 200-дей ғалымның ақыл күшінің жұмылдырылуымен Қазақстан тарихының 7 томдығы әзірленуде. Бұған шетелдік ғалымдар да қатысуда. Постсовет кеңістігін қоспағанда бүгінде Қазақстанның тарихын ақш, Германия, Франция, Жапония, Оңтүстік Корея сияқты озық елдердің ғалымдары да зерттеуде. Президент сондай-ақ қоғамда өзектілік танытып отырған 4 мәселеге тоқталды. Біріншісі жол көлік оқиғасы. Жыл басынан бері жол көлік оқиғасы салдарынан 1300-ден астам адам қаза тауып, 16 мыңнан астам адам зардап шегіпті. Жүргізушілердің дайындық деңгейінің төмендеуі, мектепте жүргізуші куәлігін арнайы оқымай-ақ алудың бәсеңдемей отырғандығын атап айтылды. Мұның түбі азаматтарымыздың бейбіт күнден азаматтарымыздан айырылуға, олардың денсаулықтарына нұқсан келтіруге әкеп соғып отыр. Келесі, әскер, армия басшылығы азаматтардың денсаулығы мен қауіпсіздігі үшін ерекше жауапкершілікке ие. Әскер мемлекетіміздің 5 негізгі тұғырының бірі. Сондықтан бұл сұраққа мемлекет басшысында жайбарақат қарамай ортаға салып отырғаным маңызды деп санаймын. Әскерге барушылардың өлімі де жиілеп кетті. Бұл қазақстандық патриотизмге айтарлықтай көлеңке түсіріп отыр. Бабаларымыз отан оттан да ыстық дейді. Отан үшін отқа түспей, жазықсыз құрбан болып кетудің түбі қиын екенін ойланатын кез келді. Әрі қарай жалғаса берсе, мемлекеттігіміз үшін салдары орасан ауыр болмақ. Сондай-ақ әскерге басқа ұлт өкілдерінің де баруға ынталы емес екендігі қазір кезде көп айтылып жүр. Бұл ретте әскери доктринаның қайта қаралуы, оның бүгінгі қоғам шындықтарын ескеруі тиіс деп санаймыз. Келесі, ақпараттық алаңдағы популистердің өсуі. Біз талқыланып жатқан мәселелердің мән жайын біле бермейтін, тым асыра сілтеуге бейім тұратын популистердің кейбір бастамаларын қоғамдағы қандай да бір топтар іліп алып, өз мүддесіне бұрып әкетіп жатыр. Президент те бұның демократияға еш қатысы жоғын айтып өтті. Қазіргі кезде діни деструктив қауымдастықтардың тырнағына жастардың ілігуі әлі толастамай отыр. Оның себебі жастардың сыни пайымының жоқтығы. Діни догмалардың өршіп жатқаны да осыдан. Ондай догмалар мен
қатар мәселен басқа догмаларда қоғамымызда күн тәртібіне шығуда. Кейбіреулер тіпті жасанды интеллектінің өзін жаңа жаратушы деп қарауымыз керек деп қазіргі кезде айтып жүр. Сондықтан мектепке аталған пәндермен бірге сыни ойлау пәнін де енгізу керек деп есептейміз. Ал бұл сабақтың негізі философия екенін дау тудырмаса керек. Қазақ ұлттық университеті философия және саясаттану факультеті әлеуметтік гуманитарлық ғылым саласында философия атап айтсақ, саясаттану, әлеуметтану, дінтану, мәдениеттану, педагогика, психология саласында іргелі зерттеулер жүргізіп, оқу үрдісіне енгізіп жатыр. Біз де осылай жай ғана сөзбен ғана қолпаштап қоймай, іс жүзінде осы жолдауға атсалысамыз деп айтқым келеді. Назарларыңызға жолдаймын.